сұрақ қоя әрине, әрине. Бар сіздерге сұрағым негізі бар емес пе, мысалы, ваххаби сондайларынша, оны сақтан деп отырсыздар да, сіздерше, оны мысалы, тұрсипат қандай болады олар, мысалы, имандарда сақал өсіреді, олар да сақал өсіреді, бірақ қысқа болады дейді. Соны қашта білеміз ағай болады? Жақсы. Сұрағыңыз осы ма? Концептуалды сұрақ. Өте концептуалды сұрақ. Жалпы, кейбір адамдарды, кейбір бауырларымызды сақалмен ваххабист деуге болмайды. Біздің сақалымыз жоқ, имамымыз отыр сақал. Менің де кішігірім сақал. Біз ваххабизміз. Орамал таққан адамды ваххаби деп есептеуге болмайды. Ол сыртқы көрініс, сыртқы атрибутика. Ваххабизм идеясы жалпы тек ваххабизм ғана емес, дәстүрлі исламның шеңберіне, форматына сай келмейді. Кез келген деструктивті идеология ол адамның санасында, жүрегінде тұр. Сыртқы пішінде емес. Бірақ біз кейбір бауырларымызды көріп қалған кезде, егер оның бала қатты шолақ болса, сақалы тым ұзын болатын болса, мүмкін деп ойлап қалуымызға болады. Мүмкін осы теріс ағымның мүшесі ау деп ойлап қалуымызға болады. Бірақ оның сол ағымның мүшесі ме, мүшесі емес пе, тек қана жеке кездесіп, нақты спецификалық сұрақтар қойған кезде, оған жауап алған кезде ғана белгілі болады. Ол қандай ғалымдарды оқиды, қандай концепцияда, қандай принциптерді ұстанады, кімнің кітабын оқып жатыр, кімнің видеосын көріп жатыр. Осыған ғана байланысты айта аламыз. Бірақ кез келген сақал қойған адамды сырттан жаман эпитет тағу, оны айыптау, оған сондай бір оңбаған деп сөз сөйлеу, ол ешқандай бізге, мұсылмандық сипатымызға бізге сай келмейді, және де тиімді емес. Керісінше біз адасып кетті. Адаспайтын кім бар? Қазақта сөз бар ғой, жаңылмайтын жан сүрінбейтін тұяқ жоқ. Ол бауырымыз, қарындасын кінәлі емес, неге соны үйретіп жатқан ана серкелері кінәлі емес. Көсемсымақтары. Ол бауырымызды, қарындасымызды айналып кетейін. Бауырым, қарындасым, сенің иманы күшті екен. Өте дұрыс. Машалла деп қойып, бірақ сенің мәселесінде мүмкін саған дұрыс түсіндірмеген шығар деп, біз ғылыми дискурста, ғылыми форматта, кітаптардың шеңберінде ғана біз жылы сөзбен, мейірімді жүрекпен тарта аламыз. Оларға агрессивті түрде қарап, сен не екенің, ханафи емес екенсің ғой сен. Өзің жоғалт бұл жерден деп, біз мұсылман сипатқа жатамыз. Ешқандай пайда бермейді. Біз ғылыми форматта, ғылыми дискурста, кітаппен ғана, біліммен ғана ол бауырларымызды, қарындастарымызды тура жолға сілтей аламыз. Себебі қазақта болған сөз бар, екі діндар таласса, дауды шешетін ешкімнің прогрессивті ойы емес, дауды шешетін кітап қана. Кітаппен ғылыми форматта сөйлесу.